Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде волейболдан 2004-2005 жылғы туған жасөспірім қыздар командалар арасындағы Қазақстан Республикасының күзгі чемпионаты өтті. Жарыс Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің 30 жылдығына арналып, оған Алматы, Астана, Шымкент қалалары және Түркістан облысынан 7 команда қатысты. Спорт бәсекесі бір апта көлемінде өтіп, командалар өзара мықтыны анықтауға тырысты. Жарыстың бас төрешісі Айдарбеков Қуат чемпионатта тартысты ойындар көп болғанын атап өтті. Бұл жарыс бірінші қараша мен 8 қараша арасында өтті. Барлықтарын салып ойнады. Бұл мысалы Талғар, жаңағы айтып отқан Астананың командасы, ой жағынан да, опыт жағынан да үлкен команда. Волейбол шеберлерінің ойынын тамашалауға әрі қыздарын қолдау үшін спортшылардың ата-аналары арнайы келіпті. Үміттеміз қызымыз 10 номерді Әсел Қалмырзаның анасы боламын. Жаздың күні де чемпионатта жігітіміз екеуміз көргенбіз, аяғынан басына дейін өте қуаныштымыз. Чемпионат соңында жеңімпаздарды салтанатты марапаттау рәсімі ұйымдастырылып, сый-сияпат көрсетілді. Ең алдымен жарыс төрешілері мен әр команданың үздік ойыншылары марапатталды. Бұдан соң жеңімпаздар тұғырға шықты. Сайыс нәтижесі бойынша Яссауи университетінің қыздар командасы оза шауып, бірінші орынды қанжығасына байлады. Екінші орын Алматы облысы Талғар ауданының командасына бұйырса, Шымкенттегі номер 18-ші спорт мектебінің командасы үшінші орынды қанағат тұтты. Бүгінгі ойын осы өтіп жатқан жарыс өте тартысты өтті. Бүгін міне жабылу болып жатыр. Бастамасынан бастап барлық команда өте тартысты түрде дайындалып келген. Ойынның барлығы өте керемет, жоғары деңгейде өтті. Жаздағы чемпионаттағыдай емес, барлығын дайындықпен келген. Әр ойын өте тартысты, әрі мықты күшпен, баспен ойнайтын. Және де біз МКТУ-дың қыздары осы Қазақ-Түрік университетінің атынан Яссауи волейбольный клуб ашуға ұсыныс тастадық. Алдағы уақытта осы волейбол клубтың атынан сіздерге көптеген жеңістерді алып береміз деген ойдамыз. Соған және де мақсат қойып отырмыз.